ақ киімді, дәнілі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сақырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аязбен қарығудан қыз келіп әлік салды. Үшбадай өркін кеген оқшырайтып, аязбенен қызарып ажарланды. Абай Құнанбаев, өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы, айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Абай Құнанбаев 6-шы қара сөзі. Қазақта бір мақал бар: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақтар ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, дүние ортақ болса болды дейді. Олай болғаннан байланысты емес. Ағайын құрылмай мал іздеп не пайда? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік болмайды.